Сәлем достар, бүгін бір маңызды нәрсені айтқым келеді. Жалпы кез келген адамның өмірі өз қолында. Біз күнде таңдау жасаймыз. Ұйықтап қалу немесе ерте тұру, біреуге ренжу немесе біреуді кешіру, үмітсіздікке берілу немесе тағы да алға қарай қадам жасау. Кейде адамдар айтып жатады, мен ешкім қолдамайды, менің ешкімім жоқ, мүмкіндігім жоқ, жолым болмады деп жатады. Бірақ шындық басқа. Сенің өмірің сырттағы жағдайға емес, сенің өзіңнің ішкі таңдауыңа байланысты. Яғни, мықты болам десең өз таңдауың, білім іздеу өз таңдауыңда. Жақсы адам болу үшін де өзің таңдайсың. Немесе жаман жаққа барам десең де оны да өзің таңдайсың. Арманың үшін күресу тағы да өз таңдауыңда. Яғни ешкім келіп сенің орныңа жүрмейді. Ешкім сенің арманыңды жүзеге асырмайды да. Бәрі де өз қолыңда, өз таңдауыңда.